Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай дәмді, үлпілдек, өте жұмсақ болып шығатын бисквит тортын жасаймыз. Ол үшін бізге 6 жұмыртқа, 120 грамм қант, 130 грамм ұн керек болады. Жұмыртқамызды ақ уызынан сары уызын ажыратамыз. Ыдыстарымыз міндетті түрде таза әрі құрғақ болу керек. Ақ уызымызға шым-шым тұз қосып, аппақ масса болғанша көпіртіреміз. Осылай қатып тұру керек. Енді қантымызды аз-аздан қосып, миксерлейміз. Қантымызды толық қосқан жоқпын, өйткені қазір сары уызымызға қалған қантымызды қосамыз. Мінекей ақ массамыз дайын, қатып тұр. Енді сары уызымызға қалған қантымызды қосып, ақшыл масса болғанша көпіртіреміз. Мінекей сары уызымыз дайын. Енді бұны ақ массамызға қосып, миксердің көмегімен бір келкі болғанша араластырамыз. Осылай бір рет араластырсақ жетеді. Көп араластырудың қажеті жоқ. Енді ұнымызға бір шай қасық разрыхлитель қосып, араластырып, ситаның көмегімен аз-аздан ұн қосып, силиконовый лопаткаменен жаймен араластырамыз. Қатты араластырмаңыздар, өйткені қамырымыз отырып қалуы мүмкін. Қалған ұнымызды салып, бір келкі болғанша араластырамыз. Қамырымыз дайын. Қамырымызды формаға салып, үстін жақсылап тегістейміз. Қызып тұрған 160 градус пеште 45-50 минут пісіреміз. Бисквитіміз дайын, толық суытамыз. Енді кремін жасаймыз. Қаймаққа сгущенканы қосып, жақсылап араластырамыз. Креміміз қоюланып, миксердің ізі қалдыра бастағанда креміміз дайын болады. Мінекей креміміз дайын. Жақсылап араластырып, холодильникке қойып қоямыз. Енді тортымыздың арасына салынатын начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге бір банан, тағы да жаңғақ керек болады. Бананды осылай тураймыз. Жаңғақтарымызды да майдалаймыз. Торттың арасына өз қалауларыңыз бойынша ұнатқан жемістеріңізді салсаңыздар болады. Енді тортымызды қалпынан жаймен шығарамыз.
Мінеки коржымыз осылай. Ісіп, әдемі болып шығады. Тортымызды 3 бөлікке бөлеміз. Енді арасына жағатын пропиткасын жасаймыз. Ол үшін 1 стакан суға 1,5 ас қасық қант қосамыз. Осылай тортымызға жағып шығамыз. Пропитканы міндетті түрде жасаңыздар, сонда тортымыздың арасы құрғақ болмай, өте сочный болады. Енді кремімізді бір тегіс етіп жағып шығамыз. Үстінен банандарды саламыз. Жаңғақтарымызды саламыз. Үстінен аздап крем жағып, екінші бөлігімізде тура осылай жинаймыз. Үшінші бөлігімізге осылай пропитка жасап, тортымызды қалған кремден жағып шығамыз. Осылай бір тегіс етіп жағып, шеттерін тегістеп шығамыз. Тортымызды қалағандарыңызша әрлесеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер.